Менің де сені көргім кеп тұр. Иә. Мұнда мен де күтем. Күнде қойымса ғой. Иә. Шын ба? Ой, жақсы болған екен онда. Иә. 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 Ендеше, мен де тосын сый дайындап қояйыншы. Сізді қарлығаш. Иә? Иә. Сау ол. Тосын. Қарлығаш келетін болды Қапшағайға. Аз уақыттан соң көрісеміз. Жақсы ғой. Аяғыңды судан аласың ба? Аяғыңды. Ой. Байқамағам. Әрине байқамайсың. Сол қызбен сөйлессең бір ес-түсіңнен айырыласың да аласың. Таршы аяғыңды. Енді махаббат деген осындай болады, досым, осындай. Махаббат деген қызың үйді жинап жүрсе, өзің теледидарды қосып қойып, футбол көріп жатсаң, міне махаббат. Не деген артта қалып қалған адамсың? Осындай пәк сезімді қайдағы бір үй жинаумен араластырып. Жуық қойдың ғой мен андағы жер. Шерді өзім түстім. Мә. Махаббат деген дүниеге ғашық көзбен қарау. Ғашық. Қуану. Досым, сен кейде сезімге қатты беріліп кетесің, е? Мен махаббатты солай деп түсінемін. Мысалы, қарлығашты аялап, еркелеткім келеді. Қателесесің. Үйтетін болсаң, ара-қатынастарың ұзаққа бармайды. Неге? Өйткені қыздарға сыпайы жігіттер ұнамайды. Жігіт деген қатал. Және де дөрекі болу керек. Дөрекі болсаң, айналаңнан кетпейді қыздар, шыға айналып жүреді. Сен сондай қарым-қатынас жасадың, ақыры не болды? Не болыпты? Менің айналамдағы қыздардың көптігі де содан. Солардың бірі саған серік болды ма? Болады. Білмеймін, мен басқалай қарым-қатынас жасағым келеді. Қарлығашты мейрамханаға шақырып, көңілімді білдіргім келеді. Мейрамхананың сәннен қалғалы қашан? Сонда не айтпақсың? Білмеймін. Қазіргі заманның қыздар клубқа барғанды ұнатады. Клубқа бар. Клубта ешқандай романтика жоқ. Бірақ қызықты ғой. Шын сүйген жандарға қайда барса да қызықты. Айту маған ескертпедің де өкпелемесең болды. Өкпелемеймін. Қарлығаш екеуміздің бір-бірімізді тіл табысып кететімізге сенімдім. Не қидалып кеттің сен? Қараш, әдемі ғой, ә? Иә, тыңдап тұрмын. Кім? Немене? Бәсе қайда болушы еді ол? 234-те. Дұрыстап қараңдар. Жақсы. Жаным? Ау. Менің сенімен сөйлесуім керек. Не болып қалды? Бірдеңе болып қалды. Түсінікті. Біз екеуміз ата-анаңа баруымыз керек пе? Жоқ. Енді? Тек санымыз көбейетін болды. Ол
Ол кісілер осында келе ме? Жан, сен мен дұрыс түсінбедің. Тұра тұр. Сонда сен? Жақында екеуміз Ага. ата, ана, атанамыз. Жаным әшейін. Сұнбасы. Ойбай, не болды? Кел, отыр. Кел. Көзіме қарашы. Сен рас айтып тұрсың ба, әлде қалжыңдап тұрсың ба? Рас айтам. Бұл деген керемет жаңалық болды ғой, Сен қуанып тұрсың ба? Ойбай, жанына қуанған емес. Түбін көкке 2 ақ елі жетпей тұр. Рас айтам. Ендеше былай, бүгінгі... Былай болсын. Бүгіннен бастап, бұл үйдің тәртібі өзгереді. Кірлерді өзім жуам, жарай ма? Ыдысты да өзім жуам, керек болса тамақты да өзім пісірем. Құп болады аға сержант. Иә, жаным, айтшы маған, қазір көңілің нені қалап тұр? Тәтті ме, жоқ әлде тұщы ма, ащы ма? Жан, ештеңенің қажеті жоқ. Тек қана сен мен қасымда болсам болды. Жарайды. Ананас. Ананас? Ананас жегім келіп тұр. Болды. Кеттім онда, жарай ма? Қазір алып беремін. Жарайсың. Саулыңыз тілеймін, подполковник мырза, кіруге рұқсат етіңіз. Кел, отыр, майор. Жақсы ойын. Ойынды жинақтауға көмектеседі. Нағыз ер азаматтарға арналған ойын. Ойнай аласың ба? Кезінде тәп-тәуір ойнағам. Дұрыс. Онда мына партияны аяқтауға көмектесіп жібер. Мен қызметтемін ғой, подполковник мырза. Майор, мен де қызметтемін. Баста. Жүре берейін? Әрине, сен баста. Қайырылып қаласың ғой. Жай, сарбаз ғой. Бекер олай ойлайсың, майор. Шахматта жай ештеңе жоқ. Сарбаздың көмегімен де жеңіске жетуге болады. Бірақ кейде құрбандыққа да шалуға болады, подполковник мырза. Дұрыстап ойлансаң, құрбандықсыз-ақ бір амалын табуға болады. Қатардағы жауынгерді де, офицерді де бағалай білу керек. Мен түсінбедім, сіз қазір не туралы айтып отырсыз? Шахмат туралы ма, әлде... Шахмат туралы ғана емес. Бұл ереженің біздің қызметке де қатысы бар. Мен түсінбедім, подполковник мырза, бізге бұл осыған байланысты бір қиындықтар бар ма, әлде... Қиындық деуге бола қоймас. Бірақ кейбір жағдайларда артық кетуге болмайды. Мысалы, аға лейтенантқа тым қатал болудың қажеті жоқ. Қанша дегенмен тырысып жүр ғой. Солай ма? Айтқаныңызды ескерем, подполковник мырза. Оған күмәнім жоқ. Шах және мат. Зіл, тік тұр. Менің атым капитан Дәулет Ертісұлы. Сендерді парашютпен секіруге үйрететін болам. Түсінікті ме? Солай! Қашан секіреміз деп армандап жүрген шығарсыңдар. Ойлаған сайын жүректерің алып ұшып, а? Солай! Қалай, шымыр жігіт? Аты жөнің кім? Қатардағы Райымбек. Райымбек. Сен өзіңді дайымын деп ойлап тұрсың ба? Әлде, ұлы парашютшы сезін жүрсің бе?
Жоқ, капитан мырза. Онда дұрыс. Өйткені дәл қазір сендер тек қана жаяу әскерсіңдер. Қалай дұрыс секіруді, қалай өздерінің аманын сақтап қалуды білмейтін. Түсінікті ме? Дәл солай. Ал мен сендерден нағыз парашютші ашап шығарамын. Түсінікті ме? Дәл солай. Онда балапандар, қыран болуды бастаймыз. Оңға! Майор мырза? Кел, Смирнов отыр. Шахмат? Қалай? Ойнамаймын, майор мырза. Қалайсың да ойнай алмайсың ба? Дәл солай. Ой. Үйрену керек қой онда саған, а, Смирнов? Болады, үйренем. Жарайды. Шаруаға көшейік. Смирнов, осы сен бөлім командиріне соңғы рет қашан бардың? Жақын арада Жақын арада мен туралы сөйлестіңдер ғой, солай ма? жоқ, майор мырза. Емеспін. Қызық, Смирнов, өте қызық. Саған егер бір нәрселер ұнамай жүрсе, неге онда менің өзіме келмейсің маған? Түсінбе? Майор мырза, бәрі жақсы. Маған осы жерде қызмет еткені ұнайды. Жарайды. Әзірге бос. Түсінбегендер үшін қайталайым. Бұлай қолдың ұшымен ұстаймыз, көз алдарыңа елестетіңдер. Биіктіктен ұшып келе жатқан кезде аяқты бүге қаламыз осылай. Сөйтеміз де жерге бұлай қонамыз осы. Тоқта. Сонда біз қай кезде топтасамыз? Жазып ал штабтерге, Ерлан. Жазып ал. Жоқ, неменеге ренжисің? Білем мен. Кішкене қобалжыған кезде бәрін шатастырып аламын. Қобалжымай тыңда онда, қайталайым. Секірген кезде, Аха. тұрақтандырышын ашқан кезде барлығымыз бірге топтасамыз. Топтасқан кезде санау басталады. Топтасқан кезде. Топтасқан кезде, иә, топтас. Сен неме инструктор болып ойнаған кеп жүр ма не? Саған да бірдеңені үйретейін ба? Жоқ, мен сенен де жақсы үйреніп алғам. Дулат, көреміз. Мұнарадан секірген кезде қалай болатын? Биіктіктен бе? Иә, елімай, биіктіктен 25 метрдей. Енді былайша айтқан кезде 10-шы қабаттан секіргендей ғой. 10-шы қабаттан? Иә. Елімай, қайда? Каскелем. Елімай. Қайда кеттің? Ей, жігіттер, адам қорыққан кезде солай болады өзі. Кейде бір жағымсыз сезімдері билеп, әжетханаға жүгіріп кеткенше. Маған енді 2 граната беріңіз. Осы жерде ғой, Е? Амансың, Мәлежан? Сәлеметсіз бе, Назгүл әпке? Маған кофе мен тоқаш беріңізші. Кофе сүтпен ба, сүтсіз ба? Сүтсіз. Қандай талғампаз тапсырыс? Бәлішпен салыстырғанда солай екен рас. Енді келіңіз, отырыңыз. Рахмет.
сізбен бірге отырып тамақтануға бола ма? Білмеймін, қажетті бола қояр ма екен? Сізге қырындамауға уәде беремін. Отырыңыз. Я? Қызметіңіз қалай? Шаршап жүрген жоқсыз ба? Шаршамайын. Маған адамдарға көмектескен ұнайды. Сіз сондай мейірімсіз. Талғат, бұл қалжың ба? Мен сені танымай отырмын. Алдыңызда тұрған сол кіші сержант Нияз. Бірақ мен де сыпайы боламын. Мен сені ондай болады деп ойламаппын. Алғаш танысқан кезде сізге ұнаудың жолын ойламаған ғой. Ол рас. Мен шыннан да қандай екенімді әлі көресіз. Саламатсыз ба? Сіздерге анау атмет ананың ананас бар ма? Сізде бар ма ананас? Аға, ассалаумағалейкум. Сізде ананас бар ма? Ананас деймін. Көзімді жұмып тұрам да, секіріп кетем. Ал мен болсам, айналып барып жерге түсем. Мен парашютпен деймін, ойлансашы. Парашютпен ба? Жарайды, ендеше мен екі қолымды тіреп жерге қонам. Ойыңа не келсе соны айтып сандырақта бермеш. Сенбейсің ба? Бәстесейік. Жігіттер, осы сендердің ақ бәсекелестерің өтпейді екен, жалыққан жоқсыңдар ма? Елмай, қайда жүрсің сен, Бір шаруаларым болып қалды. Қандай шаруаларың болып қалды? Дулат, бір шаруа туралы ойланып келдім. Сен ана биіктен қорқатын жайлы ойланып келген жоқсың ба? Дулат, біздің Елмай ештеңеден қорықпайды. Солай ма, Елмай? Елмай, ойнап тұрған шығарсың мүмкін. Оны қорқақ екенмен баяғыда біліп қойғам, жалғыз. Елмай, неге басында солай деп айтпадың, Ал өзің айтар ма едің? Аэроот құрларда нең бар? Білесің ғой, парашютпен секіртеді. Білдім, Дулат. Бірақ биіктіктен қорқатын білген жоқ, түстікті ма? Биіктіктен қорқатынды білмесең, бейбақсың сен. Қойсаңшы, не деп тұрсың, Дулат? Бейбақ, сен де бейбақсың. Мұны тұрғандардың бәрі бейбақ. Дулат. Елмай, тоқташы. Елмай. Сержант мырза, жайғасып отырып алыпсыз ғой? Ойланып отырмын. Кітапты ашып қойып, тыныш жерде ойланатын ақ жер негізі. Қай бір қызмет бабын ойлап отыр дейсің? Қарлығашынды ойлап отқан шығарсың, Айтсашы енді. Айтсашы енді. Нені? Таңғалдырғым келеді. Мейрамханаға шақырасың. Тамақты аласың. Тамақтан да басқа қызықты дүниелермен таңғалдырғым келеді. Не керек одан басқасы? Бір нәрсе жетпейді. Романтика жетіспейді десе. О не?
түсіну үшін біраз уақыт керек саған. Негізінде сен дұрыс маманға жолығып отырсың, Қамжан. Сен ма? Талай жерде талай қыз таңғалдырғанбыз, өйтіп сен демей ақ қой. Жақсы болса өзің ол отыр сөйт. Не ойлайсың ба? Жүрейін, айтшы. Созбай айтшын. Досымсың ғой, айтсам айтайын. Былай істе. Тамақ ішіп алғаннан кейін жайғасып отыр. Сөйтті. Қалтаңнан қымбат сигарың шығар. Сигар. Түсінесің? Аштың. Біреуін аузыңа саласың. Емін еркін. Жай бірақат. Еркін ұқтсыншы, еркін. Қабақ түйі бұлай. Өзіңді бір маңызды адамның рөліне. Жоқ, болмайды. Жап-жақсы жарасып тұрған не болды сонша? Былай болсын. Сен бар да мейрамханаға. Барлық тамағына тапсырыс бер. Үстел толтыр. Болмаса үстел жалға. Толтыр, дұрыс. Көп жасайын ба? Саған шәлкүтедегі той ма? Жоқ. Үстел толтыр. Бастысы толтыруда маңыздылығы. Сен бай екен деп ойласын. Кеш бойы сол тамақты жейсің, түсінесің ба? Неше түрлі тамақ болады. Ұнай ма саған? Ұнай ма? Жоқ, болмайды. Не оқып? Сигараңдан да жаман. Басқа ойларың бар ма? Қойшы, сенің табиғатыңа арналған ғой бұл. Көп тамақ, байлық, бай жігіт екен деп ойласын дедім. Нормат. Онда үшінші. Болсаған киімейді бірақ. Сен сияқтыларға қандай болса болады? Ашын. Білмеймін мен. Қалай? Серенада айт, өлең оқы. Бірақ оның бәрі қалып қойған қазір. Өлең оқы. Жоқ, оның бәрі болмайды қазір. Үйде Қыздар, қарамайды ондайларға. Жан, қарайды. Шынтыма. Осыдан кейін қыз қалай қарайды екен осыларға? Өлең оқыған емес. Кіруге рұқсат етіңіз, подполковник мырза. Келіп отыр. Отыра тұр. Майор, сен мені түсінген шығар деп ойлап едім. Мен сізді түсіндім. Ылғи да түсінемін, подполковник мырза, сіз өйткені мұқият түсіндіресіз.
Бірақ мен саған өткен жол дұрыс түсіндіре алмаған сияқтымын. Аға лейтенантты неге тағы да мүйіздеп жүрсің, Мен? Мен оған бір ауыз сөз айтқан жоқпын, подполковник мырза. Тоқта. Сонда не? Мен бұның бәрін ойдан шығарып отыр деймісің? Жоқ. Бұл жерде бір әзелік кеткен сияқты, подполковник мырза. Майор, мен саған тағы да ескертем. Бұл бөлімде жарғыдан тыс қарым-қатынас орнатуға жол бермеймін. Мені бұл жолда ұрсыққан шығарсың. Дәл солай. Байқа, майор, байқа. Кетуге рұқсат етіңіз. Бара бер. Қазақстан. Мұнда не істеп тұрсың? Жай. Әкеш? Әкеш. Ғашықтықтан болдым мен әбігер ер, көңілімді өзіңе бәрі не білер, мынау тұнып тұрған поэзия ғой. Мына түріңмен сен біздің дәрігер Әлияның жүрегін жаулап аласың. Онда шаруаң болмасын. Әкеш. Неге шаруаң болмайды? Өзің ғой? Өлең баяғыда қалқымаған. Ал өзің өлең жазып тұрсың. Сөзді көйтпеш, Әкеш бол. Өз қолыңмен ал. Хамзан. Бош, ойнамаш. Енді алмайсың. Әкеші. Не ол қорқып кеттің, Күл. Мен бір қорқақ бейбақпын ғой. Елімай, мен сен қорқытайын деген жоқпын. Ренжімеші маған, жай сөйлесейін дегем сенімен. Елімай. Рапорт баянат. Аға лейтенант Смирнов. Қалайсың? Шай ішіп отырмысың? Дәл солай, майор мырза. Дұрыс. Сізші, шай ішесіз бе? Мен шай ішем. Бірақ алдымен бір жүрек жалға басам деп едім. Қалай ойлайсың, аға лейтенант? Мен жақсылап ұйымдастырайын, майор мырза. Қой, ұйымдастырма қой, өзім ұйымдастырам бәрін. Сен уайымдама қой. Майор мырза, мүмкін? Олмайды. Бүгін мен сені қонақ қылам. Жүр кеттік. Гүлдерің солып қапты, аға лейтенант. Сәуле? Ал, Анда жерге неге шығып алғансың? жаным үйде шаң басып кетті, шаңын сүртіп жатырмын. Шаң құрсын, мен саған айттым ғой, ешқандай шаруамен айналысушы болма деп. Жаным ештеңе етпейді, үй шаруасын атқара аламын ғой. Демал дедім ғой, демал. Түс бол, тез. Саған тыныштық керек. Одан да қара, мен саған не алып келгенмін. О, ананас. Ананас. Тауып әкеліпсің ғой. Енді сүйікті келіншегім үшін бәріне тауып келуге дайынмын. Рахмет. Тіпті жуып қойдым. Сабындап па? Не сабындап жуып керек пе? Қалжындайым. Сонша ас түсіме түсіп кеттің ғой. Енді болашақ әке ретінде міндетімді атқаруға тырысып жүрмін да. Рахмет. Оғашық. Бірақ мен ананас жегім келмей қалды. Қалайша? Тәтті крем қосылған бәліс жегім келіп тұр. Жарайды. Алып келейін. Ендеше мен дүкенге кеттім. Сен ешқандай шаруамен айналысушы болмақтың ба? Қазір келем. Ой,
күнде ісіп кетті. Ештеңе етпейді. Мен сен үшін бәріне де дайынмын. Ұқтың ба? Ал кеттім. Смирнов, сен ыңғайсызданбай алып жеп ішіп отыр, тойып же. Айттым ғой сені, қонақ қылам дедім ғой, шақырам. Рахмет, майор мырза. Бұл менің құрметіме сонда. Смирнов, біз сияқты аэроұтқыр әскерлерінің офицерлері. Бір отырып, бір шыны шай ішу үшін себеп керек пе не? Оныңыз рас, майор мырза. Хорошо. Мына жердің қандай жинақы. Достықтың әуен естіп тұрғандай, Смирнов? Дәл солай, майор мырза. Әскерде солай ғой. Әскер деген үлкен албасы сияқты ғой. Өте дұрыс айтасың. Ал біз офицерлер бір-бірімізге бауырмыз. Аға лейтенант. Дәл солай, майор мырза. Келісесің бе? Бұл сөзіңізге толық қосыламын. Ал бауырлар бір-біріне ренжіп кек сақтамайды, аға лейтенант. Оныңыз рас. Негізі біз бір-біріміз түсінгеніміз өте жақсы болды. Баяғыдан бері осы жерге келіп, шай ішіп, әңгімелесу керек еді. Негізі сен жақсы жігіт сияқтысың, аға лейтенант. Тырысамыз, майор мырза. Тырыс. Негізі мен де осын подполковник Өмірбекке айтамын. Ылғи да айтамын. Біз Смирнов екеуміз өте қандай қарым-қатынаста екенімізді, жақсы қарым-қатынаста екенімізді, тіл табысқанымызды бәрін қалдырмай. Сол, сен де анда-санда айтып қой, Смирнов? Мен сияқты. Айтам, майор мырза. Айт. Оның үстіне сен менің көлігімді жөндеуге көмектескенің бар. Көмегім тигеніне қуаныштымын, майор мырза. Бірақ мен саған қарыз болып қалдым. Ал қарыз болып қалу дұрыс емес, қарызды беру керек. Міне, менің қарызым саған. Не болды, Смирнов, тыныштық па? Дәл солай. Тамаша, майор мырза. Тамаша болсын. Ал ана қарызды айтпаса, қазір алып қоямын қайтадан. Смирнов, рахмет. Оқасы жоқ, майор мырза. Туған жердің тынысы. Ауа райы қандай тамаша? Ауа райы әңгімеге тақырып болудан қалғалы қашан. Сезесіз бе? Мен негізі сыйлық ұнады ма соны білгім келген. Ол сен бе едің? Қалжың деген жақсы ғой, бірақ ұнады ма? Рахмет. Гүлің өте әдемі екен. Önünde өсіп тұрған барлық әдемі деген гүлдің бәрін жинадым ғой. Өлеңім ұнамады ма? Алғашқы өлең болғанмен, бұлай жаман емес. Алғашқы дегенді қайдан шығар? Олай емес пе? Бірақ
Мен өлең арнаған бірінші қыз өзіңсің. Рахмет. Не болды? Бір өтінішім бар. Тек кездесейік деп айтпасаң болды. Кездесіп біраз серуендейікші. Ұнамаса кетіп қаласың. Келші. Ойланып көрейін. Рахмет. Ертең кешкі 8-де алаңда. Күтем. Сендер парашютпен секіру жайлы бұрынғыдан көбірек білесіңдер. Бірақ нағыз парашютпен секіру үшін ол азырақ болады. Сондықтан бүгін мұнарадан секіреміз. Түсінікті ме? Дәл солай. Қалайсың, Елмай, дайынбысың? Иә, мен сен айтқан сияқты өзімді қайрап дайындалып шықтым. Жарайсың, мен сенің қолыңнан келетініне сенгем. Сөзді қойыңдар. Сендердің араларында бұрынғыдай өзін керемет парашютші сезінетіндер бар сияқты ғой. Олай батырсынудың қажеті жоқ. Менің бұйрықтарымды мұқият тыңдап, нақтылы орындаңдар. Түсінікті ме? Дәл солай. Түсінсеңдер бастаймыз. Қатардағы Дауылбай, қатардағы Бекзат, қатардағы Райымбек. 2 адым саптан, шық! Құп болады. Мұнараға қарай жүгір, шымыр жігіт. Бүгін сен бірінші оп секіресің. Мен бе? Сен құлағың естімей ме? Естиді, капитан мырза. Онда орында. Болады. Тез бол. Ал екеуің жерден қарсы аласыңдар. Қалғандарың. Алға, адым, бас. Елімай! Бәрі дұрыс па? Бұл жер биік! Анау тағы да үйлене бастады. Секірмейді. Аузың жақ шұтылады. Ойын жина тауға мұрша берсеші. Елімай! Сенің қолына келеді, бастысы қорқпа! Жоқ! Қорқан, секіре алмайым. Елімай! Қорқпа дедім ғой, қорқпа, ұқтың ба? Жоқ, қолымнан келмейді мен. Осында кешке дейін тұратын шығармыз. Анау секірмейді. Қатардағы Райымбек, тез болсаңшы, секір. Ей, қайдасың? Түсінбедің? Тұр, бар секір. Мұнарада неге рұқсатсыз түсесің? Қорқамын, капитан мырза. Қорққан нес? Дұрыс таптың да, сарбаз. Сен отаныңды сүйесің бе? Дәл солай, капитан мырза. Неме міңгірлеп тұрсың? Дәл солай сүйемін, капитан мырза. Ал атанаңды ше? Дәл солай. Оларды кім қорғайды? Әрине мен қорғаймын. Қалай? Сен қорыққаннан талып қаласың ғой. Жоқ, капитан мырза. Онда отаныңды, атанаңды қалай сүйетіндігіңді, қалай қорғайтындығын көрсет. Бар, секір. Құп болады. Капитан мырза, қатардағы Райымбек мұнарадан секіруді жасалды. Жарайсың, жауынгер.
қалай көндірдіңіз, капитан мырза? Түсінесің ба? Егер адам баласы өміріндегі ең қымбатын қорғағысы келсе, оны көндіру қиынға соқпайды. Сапқа тұрыңдар. Келесі. Қартабай, Жүсіпбай. Қалай? Қараң дұрыс еді. Көйлегім өлшемесе? Бар, осырып білейін. Қалжың. Кереметсің. Жақсы деп айтшы. Онсыз да мазам болмай отыр. Уақытым жоқ. Жақсы, жақсы. Қарлығашыңды көресің, сені көрген кезде бар ма? Еш шығып кетеді. Мүмкін әскери киіммен бар. Жай ма? Енді ол мен алғаш рет солай көрді ғой. Хамжан, сен қарлығаштың алғашқы әсерін жоймен деп өмір бақи жанында әскери киіммен жүрмекшісің ба? Солай ма? Осылай бара берейін ба? Айтып тұрмын ғой, жақсы, осылай бар. Қап, кешіп барам. Сәттілік тілеші. Жауың болсын. О! Осындай сымбатты жігітпен кездесуге қалай келмесін ол қыз?